Сәлем достар, біз бүгін өте жұмсақ, дәмді, оңай медовый дайындайтын боламыз. Яғни балды торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен балымызды ыдысымызға құйып, ең жай отта қыздырып аламыз, ертіп аламыз. Балымыз қызған соң, үстіне май салып, тағы да жақсылап араластырып, ертіп аламыз. Балымыз бен майымыз ерген соң, үстіне кішкене қасықтың ұшымен сода салып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Осылай көпіреді, әппақ болып, содан соң газымызды, отымызды өшіріп қоямыз. Жақсылап суыған соң, жарты кесе қантымызды қосып, жақсылап араластырып, үстіне 4 жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқамызды балымыз суымайынша салуға болмайды, өйткені жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Енді ұн қосып, жұмсақ тесто илейтін боламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде қасықтың көмегімен араластырамыз. Қолмен араластыруға болмайды. Біздің массамыз дайын болды. Менде осылай болып шықты. Енді мен 3-ге бөліп, қызып тұрған пеште пісіріп аламын. 2-ге бөліп пісірсеңіздер де болады. Мен 3-ге бөліп пісірдім. Бисквитіміздің піскенін ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге пампушка және молоко қажет. Пампушкамызды жақсылап араластырып, үстіне молокомызды құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Корждарымыз дайын болды. Енді дайын болған корждарымызды бірдей қылып, дөңгелек етіп кесіп аламыз. Енді корждарымызды біріктіретін боламыз. Осылай біріктіресіздер. Содан соң жан-жағынан кесіп алған корждарымызды үгітіп, бетіне жан-жағына себетін боламыз. Біздің өте жұмсақ, дәмді, тез дайын болатын балды тортымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.